Саламатсыз ба апай? Сәлемет бол. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Менің аты жөнім Айгүл Ғайнулла қызы Өтешева, ағылшын тілі пәні мұғалімі. Айгүл апай, мектеп тарихын білесіз бе? Білемін. Мектеп тарихы жайлы қысқаша айта кетсеңіз. Бұл отырған осы мектебіміз 2003 жылы салынды. Алтынсарин мектебінен бір топ оқытушы, бір топ оқушылар осы жерге ауыстық. 2003 жылы салынды, осы қараша айында. Бастапқыда мұғалімдер де оқушылар да аз болды. Директорымыз Болатбек Әбдінагевич деген директорымыз болды алғашқы. Өзіміз ағылшын тілі бірлестігінде ол кезде бір 6 адам болдық. Оқушылар да аз болды, мұғалімдер де аз болды. Қазір көбейдік, 30-ға бардық қазір. Қанша сменмен жұмыс жасадыңыздар? Қандай график болды сіздерде? Қандай кесте? Ол кезде біздер бір сменмен жұмыс істедік. Бастапқыда кішкене жаңа мектепке көшу қай уақытта да күрделі болады ғой. Қиындықтарын көрдік, бірақ барлығынан өттік. Аман есен. Қазір енді жақсы мектепке шықтық. Бұрынғы мектеп пен қазіргі мектеп салыстырып ерекшелігін айта аласыз ба? Енді бұрынғы мектеп бұл енді аяқ астынан Ыбырай Алтынсарин мектебіне жаңағыдай оқушы көбейіп сыймай жатқасын, осы сол мектеп салынғасын күз кезінде салынды, есімде әлі қараша айында біз көшіп келіп. Әрине қазіргі мектепке жетпейді ғой енді. Қазір жақсы мектепте отырмыз. Соған қуанамыз бәріміз де. Айырмашылығы, ерекшелігі әрине бар. 3 сменмен оқып жүріп, енді қазір біз 2 ауысымға шықтық. Оқушыларға да жеңіл болды, оқытушыларға да жеңіл болды. Әрбір класс бөлмесін аралап шықсақ, өте кең, жарық, жылы, сондай әдемі. Енді қазір отырған жер, мына кітапханамыздың өзі қандай мысалы, өте жақсы. Оқушыларға үлкен бір жақсылық болды. 2 ауысымға шығып, оқуымыздың сапасына да әсер етті бұл жақсы нәрсе. Көп рахмет. Алдағы ұстаздарымыздың айтуы бойынша айтады, бұрынғы сыныптарда 30-40 оқушыдан оқыдық деп. Бұл рас па? Ондай жағдайлар болды. Мүмкін мектепке сыймағасын, бұлар 30-дан 28-ден отырғандарымыз болды сол кезде.